Баршаңызға сәлем достар. Бүгін муравейник салатын дайындаймыз. Алдымен қиярдың екі жағын кесіп алып тастаймыз да, қиярымызды қиғаш етіп турап шығамыз. Сосын кесілген 2-3 қиярымызды біріктіріп, осылай ұзынша етіп тағы да турап шығамыз. Енді қызанағымызды ортасынан бөліп, артық жерін алып тастаймыз. Сосын оны тағы да ортасынан бөлеміз де, ортасындағы етін алып тастаймыз. Яғни бізге қызанағымыздың сыртқы еті қажет болады. Қызанақты да дәл солай ұзынша етіп турап шығамыз. Енді қайнатылған тауық етін бірнеше бөліктерге, жіңішке бөліктерге осылай бөлеміз. Тазартылған картопымызды үпкіштен өткізіп аламыз. Картопымыз құрғаған соң қызып тұрған майда қуырып аламыз. Ең соңында сырымызды да үпкіштен өткіземіз. Енді салатымызды жинап бастаймыз. Бірінші тауық етін саламыз тәрелкемізге, сосын бетіне аздап тұз сеуіп, майонезімізді құямыз. Қиярды саламыз, және де дәл жаңағыдай тұз себеміз және майонез құямыз. Қызанақты саламыз, тұз себеміз және де майонез құямыз. Үстіне сырды саламыз. Сырды салғаннан соң майонезді және тұзды себудің қажеті болмайды. Үстінен қуырылған картопымызды саламыз. Осымен біздің муравейник салатымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Айнура. Назарларыңызға рахмет.